кешкен талай шақта. Сүйгендер тең болып, билеген тербеліп, искандер ай тәтті. Басталып бис одан, қайтқанша дискодан, жалықпайтын тыңда. 80-де 90-де, әйтеуір осәнде, сол кездегі жастықпен жиналып дос біткен, кешкен талай шақта. Сүйгендер тең болып, билеген тербеліп, искандер ай тәтті. Басталып бис одан, қайтқанша дискодан, жалықпайтын тыңда. 80-де 90-де, әйтеуір осәнде, сол кездегі أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ardaқты пайғамбарымыз Мұхаммедке Аллаху салауат сәлем болсын. Жаратушым Аллах Тағала өзінің разылығын деп оқылған қасиетті Құран аяттарынан болған сауапты арамыздан ажырап дүниеден өткен жандар Ерболат, Нұрлыбек, Мұхаддис, Зұлфықар, Самиғолла, Манарбек, Ерік, Мержан, Өтеш, Қайса, Мейрамгүл, Алтынай, Гүлнар, Гүлшат, Шамил, Жаслан атты ата талған ағаларымыз және апаларымыздың ұрпақтары шеркеге жайлы жандарын жәннаты қыл, осы дүниенің бақытын нәсіп ете көр. Аллах Тағалам бұл кісілердің бұл дүние тіршілігінде біліп те білмей жасаған күнә қателіктерін кешіре көр. Жақсы амалдары болса Аллах Тағалам өзін қабыл ете көр. Я Аллах Тағалам ақыретін аман қыл. Я жаратқан жаратушы есеп хисабын жеңіл ет. Түгелет я Раббан керем. Ақыретте өзінің рахметінде болған құлдардың қатарынан болуын нәсіп ете көр. Я Аллах Тағалам
осындай құрдастарының да Аллах Тағала ғұмырларына, өмірлеріне, кәсіптеріне, отбасыларына Аллах Тағаланың бір өзін берекет бер. Бұл аға-апаларымыздың Аллах Тағала ғұмыр жастарын ұзақ қыл. Я Раббана өсіріп отқан ұрпақтарының қызығын көруін Аллахым өзі нәсіп етіп. Мешітке қарай басып келген қадамдарын сауапқа жаза Раббана кел. Әрбір жүрекке иман нәсіп ет. Аллах Тағалам баршамыздың басымызға амандық, денімізге саулық беріп, я Аллах Тағалам жылдан жылға амандықта жетуін Аллахым нәсіп еткесін. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Бирахметика я архамар рахимин. Қиындыққа қарамаған пысқырып, елемеген
opmay. Opmay, opmay. Opmay, opmay. Mınaların kaydet. Al bireулер Астанада жоқ дейді, ал біреулер Алматыда бар дейді. Шымкенттің қыздары сың дейді, Ақтөбенің қыздары дың дейді. Құдаларым билеп отыр дейді, құдашалар билеп отыр дейді. Нағашы жұрт билеп отыр дейді, құдағиым билемейді дейді. Ал класстастар қайда? Magdalena қайда? Кейбір жігіт аспанға қарап жұлдыз санай ма? Менімен биле дейді, бұл дискотека дейді. Денеңді бұста дейді, іздеген оста дейді. Ал 79-дар қайда? Opmay, mınaların kaydet. Opmay. Opmay, mınaların kaydet. Opmay. Klassaslar kayda? Hazırlange bile, sözümle mən birine, rencime bizlerge. Klassaslar bile, қуанышты күнде, әлдің сөзіне тиме. Саған қалай таламын дейді, құрттың ғой тағы дейді. Дейді, олар мені мүлдем түсінбесін дейді. Жыламаны, симанама, кламаны клип. Мұндай түсінікті сөздерге тілім келмейді. 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5. Маза кетті ғой. Қонақтар, жаны жайсаңдар, баршаңызда қош келіп жатсыздар. Олай болса, өзіміздің 40 жылдық құтты болсын деп бір қаттырақ қол соғып қошеметтеп қояйық. Ауылдың тойы, ауылдың қуанышы. Рахмет. Ал бұйырса 30 күн ойын 40 күн тойын береді деген ойдамыз. Бүгін осы құрдастардың, жаны жайсаңдардың алтын басын ақ дастарханға жайып жатқан жайымыз бар. Осы бүгінгі жайылып жатқан дастархан өздеріңіздің ықылас ниеттер, пейілдеріңізге жайылып жатқан дастархан. Алла ауыз бірліктен айырмасын. Дәл осындай құрдастардың жиыны көп бола берсін деп жатырмын. Ал бүгінгі кешімізді күшті салмақты етіп басқарайық. Мен жаңа көкем айтып жатыр, шуламасын деп. Ағайын, шулайықшы. Түнеріп отқаннан не жақсы болады? Шулайық. Көңілімізді көтерейік. Көкем айтам, жаңа сұрайым мен. Бүгін кім тосты айтасы? Бізде свободный микрофон дейді. Бүгін ойымызға не келеді? Құрдастармен не істегіміз келеді? Соны істейік. Ал бүгінгі 40 жылдыққа шын ниетімен келген жандар болса, орнымыздан тұрайықшы. Шын ниетімен келген жандар. Ең көңілді дастархан бар ма? Стоп. Ана дастархан. Отырмаймыз. Ойын енді басталып жатыр бізде. Бірақ қолды алға созамыз. Саусақтың ұшын қозғалтамыз. Не шығады? Тренд шығады. Мұңайма, үрбейбі, кеттік, маэстро. Кеттік ал. Алып сегіздер. Кеттік әйін тренд. Маған қара пайдаланыңыздар. Кеттік, қолды бар, өшір.
қол жоғары. Выше ручку, выше. Рахмет. Өзіміздің құрметімізге өзіміз бір қатырақ қол соғып қояйық. Так, өзіміздің құрдастар, бөтен ешкім жоқ арамызда. Ал бүгінгі тамаша жиынды өз еркімен көтеретін қонақ бар ма? Бір қонақ керек маған. Осы құрдастардың арасынан бір өз еркімен бүгінгі құрдастардың жиынын көтерем дейтін жан бар ма бізде? Жігіттер болса, жеңгелер жағы болса, көтересіз бе көке? Келіңіз, мына, келіңіз. Так, мына кісіге бір қаттырақ қол соғып қошеметтеп қояйық. Рахмет. Так, ойының сіздің қазір келген қонақтардың көңілін көтеру бәріміздің міндетіміз. Бірақ соның ішінен сіз өз еркіңізден шығып тұрсыз. Қазір сізге бір ән жібереміз. Сол бір әнге қолыңызбен өзіңіздің іс-әрекет жасайсыз. Келген қонақтар сол сіздің билеген биіңізді қайталайды. Қандай музыка қосылатынын мен білмеймін. Мына артта тұрған музыкант жігітке байланысты. Ал осы кісінің қимылын бәріміз бірге қайталап отырайық ал. Кеттік, маэстро. Gangnam Style. О! Ал кеттік. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 완전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 Алып сегіздер қайда? 오빤 Gangnam Style Gangnam Style 오빤 Gangnam Style Рахмет. Қара сақал айбатым, қара мұртым қайратым, менің көкем күштетіп билегенде қол соқпайды қайғатын деп қояйыншы көкем. Молодцы. Жасай беріңіз. Ой, шіркін мына осындай жандардың арқасында бүгінгі отырысымыздың сәні мәні кіреді. Ал осы арамызда жандардың дайындаған ыстық тағамда дайын болып қалыпты. Ешкімге кедергі болмайық, ауқаттанып алайық. Содан соң көңілді ойынымызды, ашық микрофонымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Ал енді, құрметті құрдастар, мынау енді кешеден бері 40 жылдық деп басымыз қосылып, мәре сәре болып, улап шулап атырмыз. Құтты болсын 40 жылдық. Баршаңызды бүгінгі мына біздің Далабай дастарханына жайып қойған қош келдіңіздер. Мынау енді кешеден бері жақсы отырыс болып атыр, біздің ойымыздан шығып атыр. Енді сендерге қайдан екен, қайдан білейік. Не де болса біздің ойымыз сендердің көңілдерінен шығу. Тек осылай жақсылықта 40 жылдықтың енді 45-50 жылға кездесуге Құдай тағала нәсіп етсін. Баршаңызда қош келдіңіздер. Мына бүгінгі отырысымызды жақсы етіп, көңілді отырайық деген ниеттеміз. Қош келдіңіздер. Мынау енді жаңа біздің өзіміз кішкене басқарғаннан көрдеп, мына жерде балдарды алдырып жатырмыз. Осы балдарға бағынайық. Ойындарымыз бар. Асықпай, мынау әбеттің аты асып батыр. Құттай кешіріңкіреп қалып жатырмыз, кешіріміз сұраймыз. Асықпай тамақ алып, көңілді өлеңімізді айтып, ойынымызды ойлап, бір көңілді отырайық деген ниеттеміз. Қош келіп, асықпай, спокойно, еркін тамақ алып отырайық деген ниеттеміз. Қош келдіңіздер тағы да. Рахмет, тамақ алайық. Мына жоғары жақта ромкелерді құйып қояйық. Енді мына жерде дейтін мынау тары болып жатыр, орта былай. Бұл енді бәрімізге ортақ қой, енді тек қана бір кісінің емес. Бәрімізге ортақ 40 жылдық, соған байланысты әркім өз еркінде енді. Сұрап алып, микрофон сұраусаңыздар, жеткізуге тырысамыз. Aman жүршін, әкешін, өмір қысқа. Тілемеймін, тілекті сізге басқа.
жана салдан. Мен оламан санығаман әзімен мен, әке деген даражыңа жана салдан. Ол қыз аман болсын деп ман өмірде, биік әкем асқақ арман тілегімде. Қам жемеші әкеші уайымдама, мұң көлеңке түсірмес пе жүрегімде. Мен оламан әке дейтін дарашыңа, мен оламан әке дейтін жана салдан. Мен оламан санығаман әзімен мен, әке деген даражыңның жана салдан. Асқар тауым, асқағым, мақтанышым, жүректенен, көңілден күй ақтарылсын. Әке деген ұл ағатты, ұл атақта, ұрпағына құтылып мақтарсын. Мен оламан әке дейтін дарашыңа, мен оламан әке дейтін жана салдан. Мен оламан санығаман әзімен мен, әке деген дарашыңның жана салдан. Мен оламан әке дейтін дарашыңа, мен оламан әке дейтін жана салдан. Мен оламан санығаман әзімен мен, әке деген даражыңа жана салдан. Ең көңілді дастарханнан сізге демеушілік болып жатыр. Аха, келіңіздер. Ербол, көп рахмет. Мына осы жерде отырған кілең әкелер ғой. Әкелердің атынан өзімізде әкелеріміз бар. Соған керемет өлең айтып жатсыз. Ал, көп рахмет. Ербол, өнерің істен бола берсін тек. Денің сау бол, аман жүре бер тек. Аха. Басы керім басталып еді. Аха. Ал, баршаңыздар қош келіп жатсыздар. Алданызда тағамнан алып отырыңыздар. Ербол құрдас, өнерің үстін болсын ма? Біздің азда болса көптен көрінді. Призіміз біздің столдарымыз. 2 теңге ақша. Ербол мырза қай жақта? Аха. Құрдастар, бүгін енді жаңа кешегі тойымыздың жалғасы болып жатыр. Өте жоғарғы дәрежеде. Мына жерде бізде жасымыз 60-қа жақындағанмен, қазір 25-тегі қыз бен жігіттер сияқты ойнап күліп, әзіліміз жарасып, өткенде еске алып, тіпті өткендегі бір әндерге дейін айтып, бір келін бір 25 жаспа, 30 жаспа кейінше келіп бір жасарып қалып жатырмыз.
Енді осының бәрі осы 68-ден ұйымшылдығының арқасында деп ойлаймын. 68-дер әрқашанда ұйымшыл, бұрыннан солай ұйымшыл еді, сол ұйымшылдығымыз әлі тарқамаған. Қиыр шетте жүрсек те, бәріміз Қазақстанның әрбір түкпірінде, шет елдерде жүрміз. Енді бүгін басымыз жиналып, тап осы бұрын қандай болсақ, тап сондай бір өзіміздің сол ерекшелігімізді көрсетіп жатырмыз. Енді бір айта кететін жағдай, мына жерде кеше тойдан біздер осы Балқұдық жаңа киелі жерінде болдық. Тойымызды сол Балқұдықтың жаңағы жерінен шыққан адамымыз басқарса, мына жерде тағы да осы Балқұдық Қоңыртерек елінен де Қоңыртерек тұрдың сен. Сен, папасы я. Мен Қоңыртеректің қызымын, апасымын. Папаң Нұрбек па? Қоңыртеректікі ғой. Менің, жоқ, былай айтам енді. Өзіміздің Балқұдықтың, Қоңыртеректің қай жер болса да енді Балқұдықтікі ғой. Өзіміздің жаңа кіндік қарымыз тамған жердің балалары басқарып жатыр. Көп-көп рахмет. Мына жерде Ақылбек құдамның баласы бар. Жаным, рахмет, өнерлерің өрге жүрсін. Осылай тек жүрген жерлерің той болсын. Біздер енді тілекшіміз. Енді мен сіздерге тек қана жақсылық тілеймін, қуаныш тілеймін, бақыт тілеймін. Дендерің сау болсын. Енді біздер бұлай ұйғарып жатыр. 50 жылдық болатын болса, что-то қартайып кететін сияқтымыз. Мо болатын сияқты. Сондықтан бір әлі уақыт бар ғой, 45 жылықта бір жұқалап болса да кездесу керек болып қалған сияқты. Да? Енді құрметті құрдастарым, біздер Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан бір топ жаңа класстас құрдастарың келіп жатыр ғой. Енді біздер енді сендер мұндасыңдар, біздер андамыз, ертең бәріміз жол жүреміз, жолдарың ақ жол болсын. Бірақ та енді бір дәм керек болып тұр біздерге. Сондықтан біз Оралдың бір дәмін алып келмедік. Соны қазір бәріміз қылдай етіп бөліп ішіп алайық. Оралым ай, туған жерім, киелі өлке, туған елім. Асқақтай бер, қалықтай бер, биіктерге шарықтай бер. Оралым ай, туған жерім. Оралдың дәмі. Жаңаға Оралдағы 68-ші жылғы құрдастарының жасы өз қолдарынан жасаған. Мынаны қазір адам басына бір тамшыдан бері төк өлмаңыздар. Көңіл жетсе бәрі жетеді. Главный көңіл. Ал, ашындар ауыздан атаңыздар. Bir sınıftan bir sınıfқа бірге көшкенбіз, түлеп үшін сол мектептен жан-жаққа кетіп, 20 жылдан келемізден уәделескенбіз. Ай! 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті-ау 20 жас, 20 көктемде, тай құлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездесіп қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті-ау 20 жас, 20 көктемде, тай құлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездесіп қайта мектепте. Еске алысып әңгімелеп бала күндерді, класс болып қыдырған айлы күндерді. Қазір берім. Ойбай. Еріксіз ішкізіп жатыр мына кісі. Ал, тілек тыңдайық. Жоқ, тілек болғанда мынау жаңағы Зураның осындай сыйлығына менің қосылған, осы бәріміздің қосылған балығымыз бар еді. Балық алып келгенбіз. Енді кейбір адамдар дәмін татты. Мына коньяктың шоколадымен, сосын пивоға деп балық алып келгенбіз. Оған мына тосқа шыдамай бәріміз жеп қойдық. Жалпы бар, негізі бар. Бар. Әйтеуір осы арадағы құрдастарыңыз ауыз тисе болды. Бәрі ниет, көңіл. Енді тағы
есе осы екі ортада ойын ба бір программа болса, біздер тыңдайық. Есе ол болмаса, біздер осы столдан мына 10 шақты адамның ішінде Гүлім екеуміз сөйлегіміз келіп отыр. Бола ма? Болады әрине. Гүлім тұр. Қыздың жолы жіңішке, мына азаматша 10 шақты жыл ел басқарған, әкім болған азаматша. Еліміздің бәріңіз білесіздер. Гүлім, саған микрофон ұстам. Ал құрдастар, замандастар, бүгін қырғыздық кездесудің екінші күні мешпей. Бүгін қырғыздық кездесудің екінші күні өте жақсы көңілді өтіп жатыр. Бәрімізге бар жақсылықты тілеймін баршаларыңызға. Осындай шат-шадыман көңіл күлкіде жылдан жылға аман есен жете берейік. Балаларымыздың қызығын көрген ата әже болайық. Ата әже болмағандарымызға сол күн бұйырсын. Енді өте көңілді, жас балаша қуанып, улап-шулап жатырмыз. Ұйымдастырушылар, сіздерге көп-көп рахмет. Бүгінгі дастарханды жасап жатқанына қыздарға, жігіттерге көп-көп алғысымды айтамын. Біздерге барлық алыстан келген қонақтарға барлық жағдай жасап, осындай дастархан, осындай көңіл күй сыйлап жатсыздар. Жаңа Оралдан келген тәттіден де ауыз тиіп жатырмыз, ащыдан да ауыз тиіп қойғанбыз, шыдай алмай балықты да жеп алғанбыз, қылдай бөліп. Енді баршаларыңызға да көп-көп рахмет. Тек қана осындай шат-шадыман күлкіде кездесе берейік. Жүргізуші балалар айып етпеңіздер, бізде мынаны улап-шулап жатырмыз, жасымыз 60-ға келіп қалса да. Ешқандай айыбы жоқ. Сол айтам, кешірім сұрақ қойып, ұят болар. Олар шуласа, біз кезінде ұрсамыз ғой, балаларымыз шуласа. Ал жақсы, көңілді шат-шадыман мен баршаларға денсаулық тілеймін. Осындай жақсы көңіл күйде ішіп жеп жүре берейік. Қалай? 40 жылдың, 50 жыл, 60 жылда кездесуге жазсын. Бірінші алғыстан бастаймыз ғой, қай уақытта да. Кеше Ақылбек пен Ұлбосынды айтсақ, бүгін Әзізбек кеше айтты ғой. Авангардта жаңағы жүрген Ақылбек пен Ұлбосын біздер тылдамыз деп. Бүгін таза тылды көріп жатырмыз. Әзізбекті көріп жатырмыз. Алатаңнан шауып жүрген екі ортада Нәкөнді көріп жатырмыз. Кәмиләні көріп жатырмыз. Тұрсынайды көріп жатырмыз. Тағы кім бар? Бақыт Шамал. Енді Жаслан бар. Жаслан енді, Жаслан Гәнішкеннен бүгін біздің көңіліміз тапты, не болса да жоқ жерде пивісінде тапты. Шаттығынде, хейя, ой, тамаша. Ойынға атсалысып жатқандарыңызға, көңілдеріңізді көтеріп жатқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Орындарыңызға жайғасуға рұқсат. Терлегендер терімізді, шөлдегендер шөлімізді басайық. Әдеттегідей баршаңызға қош келіп жатсыздар. Отырыстың соңы осы болмасын, ардақты ағайындар. Өздеріңіздің көңілдеріңізді өздеріңіз көтеріп жатсыздар. Бүгінгі кештің жақсы өтуі кімге байланысты негізі? Тамадыға байланысты емес. Мына кез келген жиында тамадыға жопсай бермеңіздер. Тойдың жақсы өтуі өздеріңізге байланысты. Қуырдақтың жақсы пісуі кімге байланысты? Мүтән ақаға байланысты. Қазір шашликтің жақсы пісуі кімге байланысты? Мүтән ақаға емес, өзбекке байланысты ол қазір. Бұл кісі тек қана өзінің жаңағы бағылан несін қызметін атқарсатты, ары қарай өзі басын бастады, қуырдақты келді. Бәсе бір керім дәм келеді аузыма. Ойлап отыр, мына қой қаяқты келіп. Өзіміздің қара қой екен ауылда жүрген. Соны бүгін әкеліп достарға, құрдастарға ауыз тиіп жатқан сізге көп-көп рахмет аға.
Енді ойлап қалып жатқан боларса, неге көптің ішінен Мүтанақа мақтап жатыр деп. Просто жаңа 5000 теңге өтті, сосын мақтап жатырмын. Ойнап айтамыз. Ойнап айтам, әзіл ғой. Өзімнен көрші ағам енді. Әзілің жарасса атаңмен ойна дейді енді. Шама келгенше әзілімізді жарастырып, бір ерке қылығымызды, ерке мінезімізді көрсетіп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Мына біз Құрманғазы дейтін ауданданбыз. 5 жылдың көлемі болды. Оның ар жағындағы Бауылдық дейтін ауылданбыз. Мына Атырау қаласына жүріп, бауырым қай жақтансың десең, Құрманғазы Бауылдық десең, бізге не дейтін білесіздер ме? Құрманғазының адамдары, Ганишкиннің адамдары қан ішкен дейді. Су бермейді дейді. Есіл жүрген әңгіме ме? Бауылдықта тұрамыз десек не дейді? Бауылдықта бір құдам бар екен, өткенде бір тойына бардым, ит өлген жер екен дейді. Ойбай. Сосын 1-2 жыл туысында ұял жүрдім шамалы. Мен Бауылдықтан емес, бір шамалы жақындай Камжолға қарай ма бірдеңе деп. Онымен мына туған жердің топырағы жібермейді екен. Сол Бауылдықты жамандаған адамға, ана Қызылқұмды қотыр жолды жамандаған адамға, ей досым, Балқұдықты жамандама, Балқұдық сені ойлағанда емес ол жамандала, Балқұдықтың қадірін түсінеді, сол жақта туып өскен адам ғана. Мына біздің Балқұдық ардақты ағайындар. Таяқпен барған адамға тай мінгізетін жер, таймен барған адамға Тойота жібін мінгізетін жер. Шын ниетпен достасам деген адамға құшағын ашатын жер, жауласам дейтін адамға жағын сынып тастайтын жер деп айттым мен кеше біреуге. Әрқашан осы ауызбірліктен айырмасын, қуаныш құтты болсын, жиын құтты болсын. Бұйырса осы арада отырған Ғалымбек ағамыздың тамаша әні бар ғой, осы туған жерге, елге арнаған. Сол тамаша әнді қазір осы ауылдың қуанышында, ауылдың азаматтар жүрсін деген ниетте, ауылдан енді біреуіңіз білерсіздер, біреуіңіз білмесіздер. Шалқар дейтін азамат бар. Шалқар дейтін қазір әуені дайын болса, тамаша әні сіздерге жолдайтын болады. Оған дейін алдарыңызда тағамдардан, сусындардан алып отырыңыздар. Баршаңызға қош келдіңіздер. Кел шығарғам шашыңнан иіскейін, күн батмаған, күн қақтаған, қос құрымың жотаңға бұлғақтаған. Рахмет. Ал белеп жатқандарыңызға алғысымызды білдіреміз, орнымызға жайғасайық. Мен жаңа ғана сіздерге айттым, тамаша әнді өзіміздің ауылымыздың азаматы Шалқар дейтін азамат жігіт сіздерге орындап береді. Ол әннің сөзін жатқа білмейтін ауылда адам жоқ шығар. Ал бірге шырқайық, мен білем баршаңызда әншістер. Туған жердің құрметіне еліге сағынышты басайық деген ниетте құрдастардың жиында Балқұдық әнін сіздерге тартып ететін боламыз. Қуаныштарыңыз құтты болса баршаларыңызға. Шарап ағамыздың ұлы. Бұл әнді записін тыңдадым. Өзі айтсын, қайырмасына аздап қосады. Шежірелі арайлы тамеке, балалығын қайқырыңда қалды екен. Балқұдығым туып өскен отаным, сенен асқан жер жәннаты бар мекен. Мен өзіңе құстай ұшып жетемін, неткен ғажап ұлан асыр жер еді. Құшақ жайып қуана қарсы алатын, асаным азғырым қоңыр терегім. Уайымсыз кешкен күндерге өткен өзіңе ғана қарыз бұл. Ата жұрт қауым, ағайын бауыр, достардың бәрін сағындым. Белесіңде асыр салған құлының, ата баба арнаған бар ғұмырын. Шалқып аққан болмаса да өзенің, балдатыған кәусар сулы құдығын. Балғын кездің бау бақшасын аралап, кең дала
туғанда асыр салсаң баладай, бір күн емес 100 күн сенде жүрсем де, құмар қанып құмар шіркін қанармай, уайымсыз кешкен күндерге өткен өзіңе ғана қарызбын. Ата жұрт қауым, ағайын бауыр, достардың бәрін сағындым. Уайымсыз кешкен күндерге өткен өзіңе ғана қарызбын. Ата жұрт қауым, ағайын бауыр, достардың бәрін сағындым. Уайымсыз кешкен күндерге өткен өзіңе қарызбын. Ата жұрт қауым, ағайын бауыр, достардың бәрін сағындым. Ауылды туған сағындым, балқұдық сені сағындым. Ауылдың құрметіне бір қаттыра қол соғып қошеметтеп қояйық. Ал енді мына жиен айналайын, рахмет. Мынау енді ауылдың әнін осы біздің 40 жылдық құрдастардың арасына келіп орындап жатсың, жиен. Аман жүр. Тек биіктен көріне бер деймін. Оқталып батыр негізі. Біз жақсы кезге іліп қалған екенбіз бағана. Кел, кел. Мынау енді қарап тұрсаң, менің Зілпатапаның несі болсын ғой? Шемдері болсын. Мен Зілпатапаның бауырлары болады. Айдола деген адам білесің. Енді мына өлең айтып, осы бізге осындай тойға, қуанышқа жайлап шығарып атқан қадам құтты болсын. Саған өзімнің енді кәсібімді ақтырам. Бірақ 10.000 саған. Осы көкемнің аузынан екі сөз түскен жоқ бүгіндікке. Біреу кәсібімен деді, сосын 10.000 деді. Ал енді көке рахмет ма, ағыласының атынан. Бөліні басталып кетті ма көке? Ағыласының атынан деді. Қай класс көке? Бұл классы. Шараппен папасы дейтін. Талай досым болған, карта ойнағанбыз бірге. Талай көңілдес болғанбыз. Ақ көңіліксі әкесін. В дедім ғой. В дедім. Вагон дегенде В. Ал енді айналайын жиен. Ал енді ауылдың ән айтып жатсың. Көп рахмет. Өнерің үстем болсын. Әумин. Өсе бер деймін енді. Ән айтып болса қиындық көрме. Жиен ғой жиен. Жиен. Нағашынан сый сияпат. Баяғы біздің ауылда бір қол соғат дейтін бар еді, өсіргенде қолда қалған сияқты. 10.000 теңге. Көке, чегін көрсетіңіз, а то шалқар адам баласына сенбей. Іште көптен бері отырып қалдық қой, есік алдынан шығып бір билеп алайық. Қазір ойынды аяқтайық, содан соң ашық микрофон тізгінін шашликте беретін боламыз. Шашликтің дастарханы, оған дейін осы жеңгелерім, аналарым дастарханы басын реттеп алсын. Көп отырып қалған болармыз, бір ойын ойнайық, сосын есіктің алдына шығып билейміз, сосын шашликте бір кездесеміз бұйырса. Сусындарды ше беруге болады, кірпіші оған ешкім запрет қоймайды.
Қазір логикалық сұрақ. Логикалық сұрақ. Тура мағынасынан емес, жанама немесе басқа да жауаптар болып қалуы мүмкін. Сұрақ сіздерге. Қазақтың жігіттері өмірде екі кезде жылайды. Бірінші шырылдап дүниеге келген уақытта, екіншісі 500 теңгенің корольдік әтір міне. Мас болғанда. Дұрыс айтады. Қазақтың жігіттері екі кезде жылайды. Бірінші шырылдап дүниеге келген уақытта, екінші мас болғанда жылайды екен біздің жігіттер. Бұна орыс халқын білесіздер ғой. Я счастливый, я буду анау мынау деп ішеді екен. Біздің қазақтар арақ ішсе, мені ешкім жақсы көрмейді, өлем деп ішеді екен. Құдай сақтасын ондайдан. Так, кеттік, келесі сұрақ. Адам жатар алдында не істейді? Есінейді, шешінеді, әркім өзінің проблемасын айтып кетті ғой. Келіңіз. Отырады, сосын жатады. Дұрыс. Адам жатар алдында бірінші отырады, сосын жатады. Мен әлі күнге дейін көрген жоқпын, екі бетпен сылқ ете қалған адамды. Так, келесі сұрақ. Жердің ортасында не бар? Дұрыс, е дейтін әріп бар. Так, келесі, енді әйелдер жағы білуі керек. Кухняда тұрады, оны қолданады. 17 әріптен тұрады. Бірінші әріпті ол не? 3-литровый банка. Дұрыс, 3-литровый банка ол. 17 әріптен тұрады. Так, келесі сұрақ. Ұзарған сайын қысқаратын. Тіл емес. Ұзарған сайын қысқаратын. Соның бәрін жинақтап айтқаны не дейді? Уақыт. Адамның ғұмыры екен, ұзарған сайын қысқара береді. Так, келесі сұрақ. Жеген сайын жылататын. Пияз емес. Таяқ, дұрыс айтасыз, апа. Жеген сайын жылататын ол таяқ екен. Апам сразу таяқ деді, кішкентай кезінде көп жеген сияқты таяқты. Так, келесі. Алфавиттің соңғы әрпі. Т, дұрыс. Алфавиттің соңғы әрпі Т. Алфавит деген сөздің ең соңғы әрпі Т. Так, келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Мен келесі сұрақты. Так, бізде сый сияпат бар ма? Бір подарка беріңізші, мен бір подарка бергім келіп отыр. Так, осы подарканы, бір күшті подарка екен. Так, осы подарканы. Апа, сізге бір сұрақ қояйын. Оңай сұрақ қояйын ба, қиын сұрақ қояйын ба? Бәрібір. Бәрібір. Атыңыз кім? Айман. Дұрыс, апа, молодец. Сұрақ қой, атың кім? Айман жауап берді. Солай болар енді. Ал осымен өзіміздің ойынымыз, өзінің мәресі жетті. Алдымызда сусынан алып қояйық бұйырса. Билейік, көңілді көтерейік бұйырса. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Шашликтің дастарханда жолығамыз бұйырса. Б класс. Так, А класс сұра беріңіздер. Так, енді В класс шығайық. В. Вагон. Вагон. В классы. В классы шығайық. В классы. 3, 2, 1. Стоп. Адам шығыны болмасын. Кісаман ба? Келіңіздер. Бұл класс адан жеңіп қалды ғой. Адан кетіп қалды ғой. 40 кило деп ойлап едім баяғыда мен. Одан 32 болар дедім. 32 де көнбеді. 16. 16-та көп көрдік, апа. 8 екен. Әке, бар ма бір қой? Тірі қой ғой әйтеуір да? Болды, тірі қой. Апа, ер адамдарға бір қой, әйел адамдарға бір ешкі. Мұна өзіндікі болғасын аянбайды екенсің адамның малын. Ал, кеттік ал. 2, 3, 4, 5, 6. Апа, ана қарап санайсыз, асып кетіп жатыр шамалы. 8, 9, 10. Мағыр басыңыздан үлкен екен. 12. Әзірге бірінші орынсыз.
Тірлі болса тірлі, ет болса еттей. Жоқ. Мұна ағам. Міне. Ауылдың адамдар көрініп тұрды андай. Техникаға салмайды, қара күшпен болды. 10, 11, 12, 13, қой құтты болсын көке. 14, 15, 16, 17, 10. Ей, көке, жасай беріңіз. Жасай беріңіз, 20-дан асай беруге болады. Қаз қоймен қоштасасыз қомыркі. Қойыңыз қорадан шығып батыр, көке. Қой құтты болсын, қой құтты болсын. Сиыр алғысы келіп тұр мына кісіге. Тоқтамайды. Апа қараңыз еш санап бірге. Асып кетіп жатсыз ғой. 39. 39, 40 енді болды. 40 енді болды. Мұна до конца көтерілу керек. 1. Осылай. Түсіндік қой, жаңа мұна ортасынан қайтып кетеді, саналмайды уже. Мұна иық тіке ашылу керек. Шынтақ. Жоқ, просто қаз қой тігіліп жатыр, оны анық қанығын Миша қайтады. Дұрыс па көтергені? Дұрыс. Болды ағас. Сізге ешкім қарсы келмейді қазір. 40. Есімі кім ол кісінің? Нұрлан мырзаға бір қол соғып қошеметтеп қойайық. Өзі 57-58 есі ба? 57-те. 40 рет көтеріп тұр. Өте тамаша. Так, осы кісіден асатын бір әйел адамдар бар ма? Жеңілсең, жеңілесіз, жеңсеңіз қоя аласыз. Екеу. Жиырма. 21. 22. Мәке, ашуланбаңыз. Өзіңіздер қой жетеді о, Мәке. Так, келесі. Тоқтатамыз ба? Келіңіз. Након аға. Кітап бойынша көтерейін деп тұр ол кісі. Ана весінің бәрі жоғалып кеткен жоқ па? Мына бала құрдасыңыз апа. Жиырма бес. Мынарада барлық кісі санап атса ғой, 23, 24, 25. Бірақ мына кісінің дауысы ерекше шығады екен, кәм бар ғой. 50 адамның ішінен кәм. Мұғалімса қандай пән? Садик, тәрбиеші. Болды аға. Ал, бітті ма? Тапсырамыз ба қойды? Мәкен қайда? Нұрлан мырза қайда? Бар дейді. Ал, бүгінгі осы 40 жылдықта гер көтеру сайысында ең үздік нәтиже көрсетіп, 40 рет көтерген Нұрлан мырзаға құрдасы Миша мырзадан бір қой. Баяғыда білесіздер ма? Ағыласы асық, шеттерінен басық дейді де, кәрімі бастар сияқты тапсырып бір қой. Енді бір ешкі ойнадыңыз ба? Бір ешкі. Жалпы үйдегі жеңгемден сұрадыңыз ба? Ойнататыным не деп? Ертең қой жоқ, ешкі жоқ әйтеуір. Үйге кіре алмай қалып. Так, әйелдер арасынан енді көрейік. Бірақ апа, мынау саналмайды. Болмай ма? Жақсы, әйелдерге мынау болмайды, әйелдерге ләңгі тепкізейік.
Скалкалка сіздерге. Так, қаз, әйел адам, так, скалкалка алып келе қойыңыз. Болды. Ойбай, апа. Жоқ, ол Мишаханың өзі дұрыстап санап тұр, очкидің ар жағынан кәдімгі. Апа, сағат 7 жақын уже, қайтайық үйге, апа. Ойбай, 50. Аха, 50. Ал 50-ден асам дейтіндер бар ма? Келіңіз. Кім тоқтатып жатыр? Жоқ, апа, мен тоқтатқан жоқ. Жоқ, апа, мен дым деген жоқпын, апа. Кеттік, апа. Алтау. Аяқ мешайт дейді. Ал. Жеті. Апа, бағанағы жақсы 8 рет секірдіңіз. Апам қазір 50 бірдеңе апарайын тұрған сияқты қарады. Бір. Жиырма төрт. О, Серке орта жолға келіп қалып еді, қайтып кетіп қалды. Аха. Келіңіз ал. Аха. Апа, баршасына түсіністікпен қараймыз біздер. Ана кісі баяғыда бокспен айналысқан жоқ па? Боксерлар сияқты секіріп жатыр. Көз ілеспей жатыр. Мишаханың ауласынан бір көксерке жүгіріп кетір. Ай, болмай қал. Есен құл. Ой, апа, мұна бір секіргеніңіз 10-ға татиды екен. Артқа қарай. Болды. Так, бізде 50 рет секірген Бибігүл ханымға осы қырғызылықта бас қосу кезінде кәдімгі. Шашы кесеміз. Оралдан келген қонақтар алып жатыр ма? Құтты болсын. Bir қатырақ осы қошеметтеп қояйық. Бибігүл ханымның қанжығасына Миша ағамыздан бір серке. Так, келесі. Кеудені жерден көтеру. Отжимание. Біреу. 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 ба? Мен санағаным 29 болды. 30 болды ма? 30. Сіз онша-мұнша жаттарға қатыспайтын едіңіз ғой. Бір қой тігілген сияқты тағы да. Ойбай. Сізге тақсандарды үйретпеген сияқты мектепте да? Жұп ылғи.
36. Керемет. 36-дан асатын енді бар ма екен? Сәкен шықшы деп айтып жатыр. Бәрінде басы қатты басталады. Аяғын көрейік. Землетрясение болып жатыр жайлап. 30, 36. Одан бұрын Нұрлан мырза? 36 ма? 36. 38? 36. Аха, 36. Ба, бір шкафатқа отыратын бір кісі бар деп еді ғой. Мына 58-ге келіп шпагатқа отыруда оңай емес болар. Отырасыздар, тұру қиын болып кететін бар енді. Аха. Малдар жоқ дейді. Аха. Аха. Сіздің шын жанкеріңіз табылды мына кісі. Аха. Көква берейік. Так, жігіттер жағына ләңгі, келіңіздер. Бірлікпен есептеледі, сосын бестікпен есептеледі. Бірлік, бестік. Келіңіздер, ортаға шығайық. Тоғыз. Әзірге 9. 9-ға мәке, қозы ма? Аха. Марат мырзаның атынан осы ләңгі ойыннан жігіттерге бір қозы. Кетсеге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қойға тұр. 12. 12-де қой келеді қазір заманда. Нормально. Қой емес, қоз екен. Ешкім сенбейді ғода 12 рет ләң теуіп бір қоз алдым десе. Үшеу. Шошып көттім. Көке, сіз үшін теуіп атқанда ләң тебе ме, или мен басым тебе ме деп қалым жаңа. Қозына алайын деп тұрған бізді есіміңіз? Нұрболат мырза. Ақылбек мырза да қозына қимай атыр, ұстап алады дейін жайлап. 12. 12-де 12. Ай, бөліп аласыңдар ау жайлап қозыны. Кел, сізге де бір мүмкіндік берейік. Жетсеңіз де, жетпесеңіз де қозы сіздікі болайын деп тұр. Тоғыз, 10. Ал осымен спорттық ойындар өзінің мәресіне жетті. Sağından jiyek bilen, injak söz bilen, kucaktan kalktı kızım, injak söz niyet bilen, sensizsin kanlayacaksın, joluktan kaplayacaksın, joluktan kaplayacaksın. Рахмет. Мынау енді мен вообще комментатор болып келген жоқпын ба осы жерде, ренжіп отқан жоқсыздар ма, ешкім көп сөйлеп кетеді.
мына Ербол досымыздың семьясын ол кісіге ғашық болмау мүмкін емес. Сұлулығына, өнеріне, талантына. Сондықтан біздер кластастардың арасында WhatsApp'та да бір әзіл қалжыңмен ол кісіге деген ғашықтығымыз жазып, келіскеніміз жазып, сондай бір ойын күлкілер болды ғой бәрімізде. Жатқан жер жарық болсын. Ераға біргеміз тас түскен жерін ауыр. Сенің қандай қаншты жүргенін ешкім білмейді дегенмен де біргеміз. Бұл кісілердің көре алмай қалған қызықтардың артында ұрпақтары көрсін. Біз көрейік, сіз көрейік, Алла бұйыртса. Ал әрқашанда күліп ойнап жандарып жүріңіздер. Бүгінгі кеште ойнады, күлді, көңілде босат. Айтпау мүмкін емес. Қанша ұмытайын десең де көздің алдында бұлыңғыр елес болып тұрады. Бұл енді адам баласының қанша дегенмен де қолынан келмейтін іс әрекет. Жанымызда жүрген жақсы адамдар бір күні жердің астына кететіні ақиқат. Бұл дүниеге келеміз, шырылдап келеміз, бала боламыз, шала боламыз, өсеміз, өнеміз, көркейеміз. Бірақ дегенмен де бір ғасыр ғұмыр сүрсең де Алланың дегені болады ағайындар. Сол қамшының сабындай қысқа өмірде сіз десіп, біз десіп сыйласып жүрейік, оған ештеңе жетпейді. Мына баяғыда бір осындай ауылда той болып жатыр дейді. Білесіздер, қазақтың тойы таңның атысымен күннің батысына дейін 30 күні ойын, 40 күн тойын береді дейді. Осы ауылдың жанына бар бұл кезде құдық. Біздің ауылда да әлі құдық дейді. Осыған бір жас қыз барады, таңғы 3-те үйінде су бітіп қалғасын, құдықта шелекпен су алайын деп, шелегін құдыққа салып қалса, ішінде жын ба пәле ма бірдеңе белгісіз қауға шелек тартып алады. Оны көрген қыз жүрегі шошып кетіп, той болып жатқан жерге келіп, ағалар, аталар, көкелер, осындай жағдай болды, маған кім көмектесе алады деген екен. Сол кезде біздің қазақтың жігіттер арыстан ғой, намыс жігіттер ғой, қарындасымызға көмектесейік деп құдықтың басынан ашса, шынымен де жын ба пәле ма бірдеңе көздің алдына елестеді дейді. Сол кезде анадарда тұрып, кім түседі мына құдыққа десе, ешкім міндей алмай қалыпты. Сол кезде арасынан бір жігіт шығып, аға бауырлар, менің бірақ қана шартым бар. Сол шартымды орындасаңыздар, мен мына құдыққа ойланбай түсем деген екен. Ойбай көке, айта ғой шартың деп. Ана жігіт айтады дейді. Тас емшекті жібіткен, тары құрсақты кеңіткен бір анадан туған бауырым бар еді. Сол бауырым қазір мен құдыққа түскенде арқаның шетін ұстап тұрсын деген екен. Ауылдың шетінен інісін алдыртқан 40 метр арқанды құлдилатып құдықтың түбіне жіберген. Біздің қазақ жаңа қауға шелектің ішіне отырып, ішіне кіріп түсіп қараса, шакал екен қасқырдың баласы. Оны көрген ана жігіт желкесіне жет түйіп, жоғары қарай алып құдықтың аузына келгенде шакалды көрмеген жігіттер жан-жаққа тым-тырақай қашыпты. Сол кезде 40 метр арқан жердің төліне құлдилап бара жатқан кезде бір анадан туған бауыры арқаның шетін ұстап қалыпты. Бұдан шығатын түйін ардақты ағайындар. Қазір 21 ғасыр адамның 12 мүшесін 11-ін ауыстыруға болады екен. Bir ғана мүше ауыстырылмайды, ол бауыр. Бауыр ауыстырылады, егер өзіңнің бауырын алатын болсаң. Бұны мен не айттым бе ардақты ағайын? Тамада болып, ортада туыстадым, қолымды уыстадым. Осы арада отырған ағайынға бір тілек аман болсын, бірге туған бауыр, туыстарыңды бір қаттырақ қосып қояйын. Жұптарың жазылмасын, әрқашан осылай ойнап жүрейікші. Жаңа сырт жақтан қараттым, сіздерге жылаған вообще жараспайды екен негізі. Байқадым. Күліп жүріңіздер әрқашанда. Ал бүгінгі кешіміз енді 2-3 ай дайындалдық, бірақ 2-3 күннің ішінде өзінің мәресіне жетіп жатыр ағайындар. Сөйлей берсең сөзінің сәні кетер, қайнай берсең сорпаның дәмі кетер дейді. Бүгінгі тамаша кешімізді индийский кино сияқты тамаша жеріне өзінің мәресіне жеткізейік. Әрине осындай жағдайды сіздерге жасауға, осы құрдастардың көңілін көтеруге, көңілін тауға ат салысып жатқан ұйымдастыру комиссиясын құрмет қошеметпен ортаға алдыртайық. Келіңіздер, ұйымдастыру комиссиясы. Кеше сонау Сарайшықтан бастаған, одан әрмен қарай концертті ресторанда жалғастырған бүгін мына демалыс алаңын арнайы сіздерге дайындаған ұйымдастыру комиссиясы. Келіңіздер. Тула жақтан келген құрдастарым, 500 километрді артқа тастап келген құрдастарым, осы Атырау қаласына құрдастарына сеніп келіп жатқанда ешкімнің көңілі түспес деп, осы кісілер қолдарынан келгенше тырысты. Неге қол соқпасқа осындайда осы жандарға?
өздеріңізден тамаша тілек болсын, ізгі лебіз болсын. Ал енді барша құрдастар кешеден бері осы басымыз қосылып улап шулап тілек айтып осындай көптен күткен ұлы той бүгін мәресіне жақындап келе жатырмын енді. Осы тойдың болады дегеннен бері осы жүгірген енді Ақылбек ұлысының осы екі аяғы қалса да түніме ұйықтамастан түнгі 1-2-ге дейін шақтап отыр. Өзіміздің чатымыз бұл жаңа комиссия мүшесі дейтін. Қалай өтеді, қалай болады, қалай етеміз деген оймен бүгін енді кеште енді тойханада болдық. Өте жоғары дәрежеде өтті деп ойлаймын өзім. Солай санайын да, статусқа салып жатыр, бүкіл жан-жақтан құттықтап жатыр. Сендердің қай жақта жүрсіңдер, біздер мына көрмеген жер ғой деп. Мен өзім ойлаймын, Атырауда отырып, Атыраудың сіздер сұрайды, қайда жүрсіз? Мынандай жер біз көрген жоқпыз деп. Сонда ойлаймын, біздің Бауыттан келіп, біздің көрмеген жүрген ғой. Атырауда отырғанда көрмей отырғанда деп. Өте қуаныштымыз, сондай жақсы артымыздан не келіп жатқанда, төбеміз көкке жетіп жатыр. Баршаларында қош келіп жатсыздар енді. Қашықтан, жан-жақтан жиналып, осы мектеп бітіргенімізге 40 жыл болды ғой осы. Жеткен де бар, жетпеген де бар. Келесі енді 45 жылына 50 мән. Онда кім бар, кім жоқ. Ол енді Алланың қолынан істе. Осыған енді төрт көзіміз түгел ұйымшылдықпен жиналдық деп ойлаймын. Өте бірталай адам жиналып дейді жаңа айтып. Құрдастарың көп екен ғой деп. Мен айтып жатырмын, қайта жақсы келмей қалды. Баршаларыңа рахмет енді. Жақсы той болып жатыр, жақсы көңіл көтеріп жатыр. Жаңағы енді өмірден өткен жандарды еске алып жатырмыз енді. Кешен мешітке барып, Құран бағыштап, өлі риза болмай тірегі байымайды дейді. Олар да бір аунап түсіп жатқан шығар, біздің атымызды аталып, есімізді еске алып жатыр деп. Солардың жолдастары бар, жарлары бар осы жерде енді. Баршаларыңа да енді Алла сабыр берсін деймін. Бауыр өтін пенде жоқ. Бәріміздің де баратын жеріміз сол жер енді. Ерте болсын, кеш болсын. Сол бұйырған күні айтады ғой енді. Қалай? Адамға қонақ, жан кеудеңе қонақ, кеудең жерге қонақ деп. Сол түбінде сол жердің астына барамыз. Енді Алла ғұмыр берсін деймін. Мына өсіп отқан немере жиендердің қызығын көрейік баршамызда. Енді ата-әже болып жатырмыз бәрімізде. Келесі енді айтып жатық 50 жыл қашық деп жатыр, 45 жылда жиналайық деп. 50 жылда да жиналайық, осылай тап осылай басымыз түгел, ортамыз сиремей. Тек амандықта келсек деймін. Өте ризамыз. Қош келіп жатсыздар тағы да. Тек тойда келсек. Жаңағы айтып жатыр ғой, тілектер айтып жатыр жақсы. Бәрі де қабыл болсын деймін. Рахмет баршаларыңа. Тыңдағандарыңызға рахмет деймін ба. Ал енді баршаларыңызға қош келдіңіздер енді. Айтып жатыр ғой, рахмет жаңа енді. 9 ауыз сөздің толықтай түйіні бар дейді. Бүгін енді мәресіне жетіп жатыр ғой енді. Баршаларыңызға қош келдіңіздер. Рахмет қой енді. Қайшының жасайық, Атырауға жасайық, Мағұдық дедік, Орал дедік. Енді айналып келген болса Атырауға жасалды енді. Рахмет мына жерде Ақылбек, құда, Ахон. Ахон деп. Ахон өтіл болсын, рахмет сіздерге. Біздер енді қасында көмекшісі, біздің қолымызда ештеңе келмейді ғой. Тек айшықпен келіп, ана жерді қараймыз. Бізден ақыл сұрайды. Қалай болады, қалай болады. Біз за дейміз ғой, қолымыздан келген сол енді. Сау бол, Ахон. Рахмет. Баршаларыңызға Россиядан келіп жатыр, Ақтаудан, Оралдан, Алматыдан. Бәрі айтып жатыр ғой енді. Баршаларыңызға рахмет. Келіп, бір ауыздан қатысып жатсыздар. Жаңа айтпадым ғой, көңілі баяу. Енді көңілі жарылғандарға енді сау болыңыздар, келіп жатсыздар баршаларыңыздар. Бұл жерде айтып жатыр ғой, баршаларыңызға да енді. Көңілдеріне қаяу түскен оларға енді ризашылығымызды білдіреміз. Келіп, осы жерге қатысып, түгел демекшілер отырып жатсыздар енді.
рахмет баршаларыңызға да енді. Айта берсек сөз көп қой енді. Айтып жатырмын енді 45 жылдықта 50 жылдықта кездесу Алла тағала нәсіп етсін баршаларыңызға. Ортамыз азаймасын, осы түгелдей болсын. Қалсын Алла тағала нәсіп етсін баршаларыңызға да енді. Айтылған тілектің бәрі осы жерде қабыл болсын. Ризамыз сіздерге, ризамыз. Тағы да ризамыз. Амандықта келсін. Сау болыңыздар. Рахмет. Елу. Иә. Сол жаңа айтып жатыр. Ақтауда келесің. Кім? Сержан, сен неге алдың ғой? Өзің жаңа айттың ғой. Иә, келесеміз Ақтауда деп. Бүгін екінші күні 40 жылдығымыздың 2 күн тойладық. Өздеріңізге де айтасыздар қалай өткенін. Енді жақсылап өтті деп ойлаймыз. Ақылбек бұл болсын басты. Мына енді қиыншылық осы деп айта алмаймыз енді жайлап бәріміз жұмыспен бір өзімізге группа ашып сонымен енді білесіңдер жол болсын дейтін ешқашан да аушыланбайды дейтпейді ренже келді аушыланды көрмейміз бірдеңе болып қалса енді аздап болса да Ақылбектің несі бар айырып айттым деген сөз болады дұрыстау айырып айттым енді түсінген адам түсініп отырсыз түсінбей отырсың бәне бәрімізге айтамыз енді рахмет бүгін ұйымшылдықтың бәріміздің де осы 40 жылымызға бәріміз де атсалысып қойладық бүгін енді бітіп жатыр деп айтып жалғастырып болады ғой кешке дейін ары қарай жаңа неге барамыз атырауға барып аманшылықта жақсылық кешірейік жаңа айтып жатыр 45 жылдық 100 жылдықта не дейді? Қойшыбай қасында отыр ша. Қасында отыр дейді ол. Ал қош келдіңіздер. Тойымыз той болғасын. Рахмет осы ұйымшылдықпен бәріміз тойлап осы аман болайық, сау болайық. Бала шағалардың қызын, немерелерін қызын көріңіздер. Аманшылықта жақсылықта келесі. Сау құрды, сау. Рахмет. Енді барша құрдастар жан-жақта келіп жатқан, жан-жақ қаладан келіп жатқан, ауылдан келіп жатқан құрдастар көп рахмет дегендеріңізге. Сол енді ұлы осымен ақылбектің бастауымен болып жатыр ғой. Біздерге ақыл қосып, қалай деп ақылымызды айтып келе ме, келмей ме деп уайымдап, жақсы болып бәріміз де келдіңіздер. Бәрі айтып жатыр, қалай жақсы болып жатыр, үйде жүрсіңдер деп жатыр, атырауда болса да. Көп рахмет, баршаңда деніңіздеріңіз сау болып, бақытты ата әже болып, немере жиендеріңіз қызықтарың болып тек тойларында жүріңіздер. Келесі 45 жылда кездесейік, осы жұттарымды жазылмай, ауырмаңыздар ешқашан, тек жақсылық тойда кездесейік. Тек аман есен ауылдарыңызға жетіп алыңыздар. Қаламша біз кедейлеп жатқан жоқпыз. Ал енді құрдастар, мен сіздерге жұмбақ дейін ба, бірдеме жасырып жіберейін. Менің қолымда менің атыма жазылған шақыру келеді ба, соны стол бойынша жалғатып жіберем. Кім жазылғанын табу керек, мына осы шақыру келеді, маған кім жазылған. Соны табу керек, бірақ ешкім үндемесін. Өзінің ішінде болсын, тапқан кісіге приз бар. Қазір мүтәннен бастап қарап былай жалғап жүр, ана столға, ана столға. Қанша адам жазған бұлар ол кім? Кім жазылған болсын, алпыс сегізден біреу жаз, соны табу керек. Мына шақыру келеді, маған біреу жазды. Осыны табу керек. Ешкім айтпаңдар, бірақ. Оқыма жүрсің? Оқымасын қалай білемін. Оқи берсін. Қайнақты жазған? Кім екен? Сол тапқан кісіге приз бар. Ал жақсы болды. Екіміз оқып жүргенде ба? Сен приз жоқ қой, береміз. Сен алмай шығып жүрсің.
жыртпа. Үндеме деді ғой камера. Sonra кімнің қолымен жазған? Не айтамын қазір, не айтамын? Іштерінде осы ешкім айтпайды. Жыртып тастамаңдар. Маған столда қойшы. Ай, тоқтап үйдің қатарында шыққырсын. Ағамыз ашылай. Ай, сендер қарағанда қосты кезеге Ал жақсы тыңдаймыз. Сәкинеге тапсырған құттықтап бар ғой, соның мойнымызда борыш қылып жүрмей, арқалап жүрмей соны тапсырып тастағымыз келеді. Мына жерде енді аманаттыға қиянат жасамайық. Ең бірінші өзіміздің ұстаздарымыз Нарюк апайға біреуін алмаға бере қойыңдар. Сосын Шәкір ағайға әзөкке бере қойыңдар. Сосын Үміт апайға кімге? Мұтанға беріңдер. Үміт апайға ауылға сосын біреуін Ғалымбекке беріңдер. Сосын Нұрланға беріңдер. Сосын Алиса Алмаға, Жасұланға беріңдер. Сосын Нух Сансызбай ағаға Тұрсынай біреуін ала алсын. Сосын Өмірзақ ағай мен Қансу апайдың несін. Өмірзақ ағай бауып біз бермейміз. Өмірзаққа өрнек бар. Өмірзақ ағайдың сосын Қансу апайдың атырауға Бауыттықы бізге бердеші. Өтебағайға біреу беріңіз. Күлбай бабайға біреу. Біреу қалды Осыға беріңдер көмбеге. Мәлик апайға, Мәлик апайға. Ал енді бәріне тапсырылды ма? Енді біреуін мектепке береміз болды. Шығартып береміз онда. Сіз сонда барасыз ба? Өздер балыққа барады кітап, соны шығарып береміз деп жатыр ғой. Және бұдан бірінші ашылу кітабы қояды. Өле! Қалия біреу бар екен мен. Ал сонымен аманат орындалды, бәрін тапсырдық. Ал енді құрбастан, енді кешеден бері, алғы күннен бері жақсы тілектердің бәрі айтылып жатыр ғой. Барлығыңызға да осындай тек атсалысып, барлығыңызға келгендеріңізге көп рахмет. Бір-бірімізді көрейік деп сағынысып, осы барлығымыздың басымыз қосып жатыр осы атырауға. Барлығыңызға да көп рахмет. Отбасыларың аман болып, ойлаған тілектеріңіз орындалып, бала-шағадан қысылмай, мәңгі орта беріңдер. Сықақтан қалғанда бәрін де бала-шағасын беріп басын берсін. Құттай түзді сақтай еді. Барлығыңызға да рахмет. Комиссия мүшелері айтып жатыр ғой енді. Жолдан құттай түзді сақтай еді. Тек қана ақыл екеуміз емес, барлығымыздың ақылдасып шешіп жатқан ойымыз, пікіріміз бәрі де енді орындалып жатыр, бұйырса аяқтала келді. Осы атсалысып келгендеріңізге көп рахмет. Енді құрдас болғасын бәрі де болады, ойында бар, күлкі де бар. Сол мына
Нахиле екеуміз біреуміз күйеу біреуміз апа екеумізді ұмытып кетеміз. Мен соған Қумаш деп қалатын бар маған. мен соған аузымда шүкеше. Сондай енді неше түрлі күлкілі нелер болып жатыр. Барлығы да тек жақсы аяқталып жатыр деп ойлаймын мен сіздердің көңілдеріңізге қарап. Енді кемістігі болса кешірерсіздер. Артық айтқандарымыз болса тағы да кешірім сұраймыз. Барлығыңыздан тек осылай жақсы өткізіп, аман есен ауылдарыңызға жетіп, орналасқаннан кейін содан кейін әйтеуір қуанышымыз орнына түседі ғой барлығында. Сосын енді бүгін ойын ойнатылып жатыр. Бәріне қатысып шауып жүрміз. Жасымыздың 60-ға келгенде ұмытып қалып жатырмыз. Жоқ, жұмбақ келеді ғой, жағалап шығып. Соның ішінде мына кім? Мейрам мен кімді? Тұрсынды мына ортаға шақырғым келеді. Мейрам мен Тұрсын. Күйеу жолдас пен құдайжан. Жүр, шықпай мейрам. Ал мына мейрам жігітімізге бар ғой, өте риза болып отырмын. Мына өздерінің құрдастарына деген бар ғой, көңілін кәдімгідей жасыра алмай, манағы ойынның ішінде мал баланың шашуы дейді ғой, бұл өзінің құрдастарына шашып, бірінші орынға қой тігіп жатыр, екінші ойынға бірінші орынға ешкі тігіп жатыр. Деп сұрай берсең бәрін де бере беретін түрі бар. Тамаққа қоя ғой дедім, мен ағыласын ала бересің де, бұлар шығарсын. Азар тоқтайтын. Біздер бала суды жағасы кетіп қалдық, оламасқа мен не береді? Тұрсынның да сол жерде жақсыға бар. Мысалы бермеп жарайды десе де қояды ғой. Мейрамға көп рахмет. Алла тағала мына шығарған шығындардың бәрін еселеп әкеліп қайырсын. Оған тілекшіміз. Сол мейрамның бетіне сүйгім келді мен ал. Ай, Тұрсын аққан алды ба? Өзім айтып жүремін Анаргүлге, ана мейрамды қараш біздің ағамызға ұқсайды екен деп. Шындығында мойындап Ой, ар жағында бір жат болып тұр ғой. Тұрсынға нешеға 15 немересіне Al kettik bir şey. Derdi biz araba gitme, beşe bir şey etmesin. Orada kaç kasapta dağıldı. Мына енді Миша біздер аяғымыз келмей қанша қолымызда не бар мына мал бағып жүр бата жатасың деп бата деген кітап беріп жатыр. Abi şanlı şuradan açarsın buraya tekrar. Kitap беріп қазақтың салт дәстүрі деген кітап беріп жатыр. Мал бағып жүргенде босқа жүрмесін. Мынаға лакмок беріп жатыр, малдың санын жазып жүрсін. Мына абайдың қара сөздерін жаттап жүрсін мал бағып. Ay bir şavadan ver bilirdim. Мына келдеріңізге өте көп риза болып, бәріміз де сіздерге риза болып жатырмыз. Алла тағала еселеп қайырсын сіздерге. Көп рахмет. O bozdu daha sol şişe vardı. Sübhanallah. Bir gün boz şişe var. Niye düşünmüyorsun? Sможем больше еще. Сіздер не үшін қонасыздар ма бәрінде? Бірақ енді екінші өмір ойағында сіз біреудің құрметті Құда мен Құдағайсыздар, біреудің құрметтейтін Құда мен Құдағайсыздар. Бұл әркім несі, әркім өмірде. Олда бар, шырдан қызда бар, бәрінде өмірде кемдерінде бар, көріп осында бар. Бірақ сіздердің орындары бөлек, енді бір байып
Жұмысыға ойлап отырмын. Бітірсіге ойлап отырмын. Ағай, Мақтабек бар. Итбасу, Итбек, қыздар бар. Мен бір қой. Ой, Сергей, міне қой дейді. Осы ұйымдастыру арқасында бір қой. Ертең бұйырса... Ертең қой әйтеуір, бір қой бар. Сіз жақта ертең Оралға кететіндер Оралға кетеді, ауылға кететіндер ауылға кетеді. Сосын осы ұйымдастыру алқасы көп Атырауда қаласыздар ғой бұйырса. Өздеріңіз асықпай қуырдақ пісіресіздер ма, шашлик пісіресіздер ма, или базарға барып сатып жібересіздер ме, өздеріңіз қарайсыздар бұйырса. Бұл кісі берді, ауылдан салады ертең бұйырса. Бізде мал жоқ, тымда жоқ. Ұйымдастыру арасына подарка ма? Ұйымдастыру алқасына 7 адам жүрсіздер. Бөліп алғанда 1230 теңгеден келеді. Келіңіздер ал. Ал. Біздерге алла кеше біздің келіндеріміздің 20 мың беріп еді, номер 60 мың болып, мен жұрттың көзінше ертең мен талап жүріп, қайда деп. Айтты, саған айттық та, бір қойымыздар, сонда 60 мың ақшамыз бар. Мана жұдақтың шешуін айтпаса кім қол көтеріңдер, кім табады? Ada dostlar kampanyası Muhan'ın. Апа, сізде вообще иттерге жауап берді. Ал дұрыс табылды ғой. Жоғары класс оқып жүргенде мұғалімдер вечер жасатуға рұқсат бермей жүргенде осы мен мұқамен пақталасып қалдым. Сол бардым ба, вечерге бармадым ба, дымда есіме жоқ, осылай тұрып сақтап жүрмін. Мына вечердің уақыты қай уақытта екен жазылған ба? Мұқамарғам тағы ғашық болған болып тұрса да. Ғашық болған жоқ, екеуміз пақталасып болдық. Ал болдық қой, жауап таптық, бұйырса рахмет тілегін айттық. Микрофонды маған, хатты Алмапаға беріңіз, қарасын. Ал қорытынды завершающий тілекті тыңдадық. Бұйырса, келіңіз. Қорытындылайық завершающий, сосын асқа айырамыз. Ал бүгінгі тойдың басын күштетіп бастадық енді. Аяғында тып-тыныш күштетіп аяқтайық. Сосын шулауға да уақыт береміз. Мына қазақстан, ұйымдастыру тұрғындастары, бейшік тұрады, 5 теңге. Бұған тіркемет бізде, сізге ғой. Ал, мына, көке аспан. Ертең, ренж болып қал жүрмесін, мен мұна ұйымдастыру несіне алқасына ештеңе бере алмай қалдым, ертең жауап жүрмеңіздер, беретінемізден беріп қалыңыздар. Қызылқұрттың негізі бейбітшілікке 5 мың теңге ұят қой. Бүгін 2 жыл өтті. Телефонның қалтасы ашылып жатыр, күтейік бірден шығатын болады. Келіңіз ғана. Демалып, жақсы демалып жатырмыз. Қош келдіңіздер. Тек осылай мына 40 жыл болғанға жиналу емес, алдағы уақытта тағы да жақсылықтарға жиналуға Құдай тағала нәсіп етсін. Жанұяларың аман болсын, өсіріп отқан ұл-қыздарың қызығын көрген ата-ана болыңыздар баршаңыздар. Осы алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгін осы
қатысып бізбен бірге болып жатқандарыңызға баршаңызға мыңда бір рахметімізді айтамыз. Мынау енді атыраулық мына құрдастар комиссия мүшелері, мына жерде Әзізбек бар, Жасылан бар, Накум бар, Гүлмайра бар, Камиля бар, Гүлмайра Қаламсия. Ал осы кісілердің мына барын ақылдасып, осы ұйғарып осындай отырыс жасап жатырмыз. Мына баршаңыздың алдыңызда осы жігіттер қыздарға ризашылығымызды айтамыз. Осы бір-екі айдан бері бірге ақылдасып, жаңа шет жағасын Әзізбек айтып кетті ғой. Кейбірде қатты айтып жіберетіні де бар. Бәрі де болып жатыр. Ол жөнінен кешірім сұраймын сендерден. Мына бүткіл құрдастарының алдынан артық кеткен жерлерін боқтап жатқандар. Ал енді тек мына жаңа құрдастар айтып жатыр. 45-50 жылдық Құдай тағала соған кездесуге нәсіп етсін. Қай жерден болса да бір жер бұйырып тұрған болар. Соған тек басымыз аман, деніміз сау, осы жұмымыз жазылмай, осы жұтпен 45-50 жылға қарсы алуға Алла тағала нәсіп етсін деймін. Мына жан жақтан келген құрдастарым, ал енді артығымыз, жақсымызды асырып, жаманымызды жасырып, кем кетігі болып жатқан болар, ол жөнінен кешірім сұраймыз. Ал тек жақсылықта, осындай той думанда балдарымыздың тек қана 40 жыл, 50 жыл емес. Атырауға сендер тойға келіңдер, біздер Оралға, ауылға, Россияға, Құлсары Гәншінге біздер тойға барайық балдарымыздың. Тек көргеніміз той болсын, жегеніміз той болсын. Мынау енді жаңа бәрі спонсор болып біріне бір нетіп жатыр. Ол енді кішкене біздер нетіп отырық, ұялып отырмыз. Кішкене микрофон сұрап жатқаным сол ғой. Мынау енді ол біреу үшін, не үшін жүрген істегеніміз жоқ. Осы бәрі өзіміз үшін. Мына 68-дер жақсы етіп өткіздік деген атаққа ие болу үшін. Сол атың өлсе де атағың бірдеңе деп айтады ғой. Ал баршаңызды рахмет деп. Жақсылықта кездесуге Құдай тағала нәсіп етсін. Ал қазір тараңдар деп жатқан адам жоқ. Таңға дейін болады, ойнап күліп, бір жерде, бір квартирде, таңға дейін квартирамыз жалдап қойдық, соған бар орналасуға болады. Рахмет баршаңызға да. Аяқтаймыз ал, бұйырса аяқтаймыз осыдан кейін. Құрдастар, мына жаңа жас болса да бас болып, мына ағамыздың, апамыздың, мына біздің 40 жылдықты басқа айтқан мына бала, бала дейміз, баламыз өте ақылды, жаңағы сөзбен, сөз жұматып, жаңағы жүрегі деген сондай жұмсақ жеткізіп жатыр. Мына жаңағы Ерболдың жаңа қайғысына ортақтасып, демеу айтып жатыр. Оны астанағанда түпкі нұқтасында айтады ғой, бауырым болсын, достарым бол да, аға көзіңнен жас ақпасын деп. Енді ер азаматсың, бұл бала жас болса да сенің балаң болса да сенің көз жасыңды көргісі келмейді. Кеткен зат әрине бәрін түсіндірді, айтылды. Ерболжан тағын айтарым енді. Жаңа білем деп жатырмыз, біз өмір тарихыңды білеміз. Жаңа жолдасыңның бәрін білеміз, дей тұрғанмен де саған енді жас балам біріншіден айтарым, балам екі-ақ сөзбен сақтану керек деді ғой. Тіл көзден мың бір бәле қашанмен сақтасын. Сені өмірге әкелген анаң үшін, әкең үшін мен қуаныштымын. Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін. Өзіңнің артынан ерген бауырларың, ағаларыңның жаңағы жүрекжарды тілегін тоқтатқандай, сенің де бауырларың бүтін болып, әке-шешеңнің аман, бірде атың жабар, бірде шапар дей тұрғанмен де қандай халықты жинап, осы халықтың өздерін қабыл болып, әрдайымда аман жүргенде, аман бол, аман жүргенде. Ал бата, ас қайырамыз. Ас қайырайық, сосын билейтіндер биге, билемейтіндер иге деп жатырмыз. Илахи әмин тіземізді бөгейік, бүгінгі тамаша жиынымызды аяқтаймыз. Берік болар, бей болар. Әумин.
Сіздермен болған біздер, біздермен болған сіздер, ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты болсын. Аты шыққан ұлдарыңыз бен аты шыққан қыздарыңыз көп болсын. Сіздейік, біздейік, тек қана жақсы күнде жүздесейік. Қош, аман болыңыздар.